Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді, жұмсақ болып шығатын алмалы бәліш шарлотка рецептісімен бөліскім келеді. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны және қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқаның мөлшері 2 есеге көбеюі қажет. Яғни массамыз биік болады және түсі ақшыл түске жақын болуы қажет. Сонда біздің алмалы бәлішіміз биік болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан соң сүтімізді және алдын ала ерітіп алынған сары майымызды салып, тағы кішігірім миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз және қопсытқышты ұнмен бірге салғанымыз дұрыс болады. Ұнды мен 3 бөлікке бөліп салдым. Сонда қамырымыз жақсы болып шығады. Қамырымызда түйіршіктер болмауы қажет, сондықтан миксердің жоғары деңгейіне дейін жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың консистенциясы осындай қою болып шығады. Салмасына 3 немесе 4 осындай орташа алма қажет болады. Алмалардың сыртын және ішкі жағындағы барлық керек емес бөліктерін тазартып аламыз және өздеріңіз қалағандай етіп бөліктерге бөлуге болады. Мен мұнда кішігірім 4 бұрышты бөліктерге бөліп, барлық алмаларды тазартып, ұсақтап бөліктерге бөліп алдым. Дайын болған алма мен қамырды жақсылап араластырамыз. Үстіңгі және астыңғы жағы толығымен араласуы қажет, сонда біздің бәлішіміз біркелкі болып шығады. Табамызға дайын болған массаны орналастырып аламыз. Менде формамның диаметрі 28 сантиметрлі. Сіздер қалаған диаметрді пайдалануларыңызға болады. Бетіне өздеріңіз қалағандарыңызша сәндеуге болады. Мен алманың жарты бөлігін алып, осылай бетіне қойып шықтым. Әдемі болып шығуы үшін. 180 градуста 30-45 минут арасында пісіріп аламыз. Міне біздің алмалы бәлішіміз дайын. Бетіне қант ұнтағын сәндеу үшін пайдалансаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Дайындап көріңіздер, бір істегеннен дәл осылай әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментария жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған аяулым.